Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін Зейнеп түрк сериалын ары қарай жалғастыратын боламыз. Яғни Мехдидің өлімінен кейін Зейнептің өмірі қандай бағытқа қарай өзгереді. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Мехдидің өлімі Зейнепке ауыр соққы болып тиді. Ол күйзеліске ұшырап, өз-өзіне келе алмай жүрді. Бірақ оған Аминаның көмегі көп тиді. Өйткені Амина оған қолдау білдіріп, өзінің жұмысына және өмірге деген көзқарасын өзгертуге көп көмегін тигізді. Сол аралықта Барыш пен Зейнептің арақатынасы нашарлай бастайды. Бірақ махаббаттарының берігінің арқасында Зейнеп пен Барыш бүгін некелесетін болады. Барыш бүгін өз отбасы мен Зейнептің отбасына Зейнептің қолын сұрауға келеді, яғни құда түсіп келеді. Зейнептің отбасы Нермен ханым, Сакине, Сұлтан, Амина, Зейнеп барлығы да сол кешкі отырысқа дайындалады. Бірақ Сақинаның көңіл күйі жоқ. Зейнеп қатты қобалжиды, өйткені бұл оның ең бақытты сәттерінің бірі еді. Барыш та өте қобалжулы, өйткені оның да бұл ең бақытты сәттерінің бірі болатын. Осылайша Барыш өз отбасымен Зейнептің қолын сұрауға Зейнептің үйіне қарай жол тартады. Ал Амине болса, анасына қалжыңдап, сен қашан тұрмысқа шығасың деп күлуде. Сериалдың орта белінде Гүлбин есімді кейіпкері пайда болады. Ол Сакинеден және Зейнептен кек алғысы келеді. Гүлбин Зейнеппен кездесіп, Зейнептің сеніміне кіріп, екеуі жақсы құрбы болады. Яғни осылай жақын танысу арқылы анасынан және Зейнептен кек алғысы келеді. Гүлбин Зейнептің әпкесі, яғни Сакиненің қызы. Негізі Сакиненің бір ұлы және екі қызы болатын. Бір ұлы қайтыс болғаннан кейін ол екінші қызын да жоғалтып алады. Яғни оның не өлі, не тірі екенін білмейді. Сондықтан Зейнеп жалғыз өзі қалады. Гүлбин барлығына анасын кінәлайды. Ол қасындағы сүйген жігіті Тарыққа не болған туралы баяндап береді. Оқиға былай болған. Сакине бала-шағасын асырау үшін бай адамдардың үйін жинайтын болған. Бір күні үйіне баратын кезде Сакине ұрып қалады. Сондықтан ол үйге Гүлбиннің бір өзін жібереді. Яғни Гүлбин ол кезде 15 жасар болатын. Гүлбин Сюзан атты байдың үйіне бару керек болатын. Барғаннан кейін ол барлық тірлігін жасайды. Жасап болғаннан кейін ең соңында киімдерді үтіктеп жатқан кезде бөлмеге Сюзанның ұлы кіріп келеді. Ол үстел үстіне ақшаны қояды да Гүлбинге тисе бастайды. Ал қарсыласқан Гүлбинге ыстық үтікті қолына басады. Гүлбин шыдай алмай, баланың үстіне шығып алып қылқындыра бастайды. Сол кезде бөлмеге Сюзан кіріп келіп, Гүлбинді айыптай бастайды. Ал Гүлбин болса жылап үйіне қарай жүгіреді. Үйіне келіп, бөлмесіне кіріп алып жылайды. Ал сол мезетте Сакине келіп, оның үтік басқан қолынан қатты ұстап, айқайлай бастайды. Сен неге ондай қадамдарға бардың деп. Бірақ Сакине қызды түсінгісі келмейді. Гүлбин барынша ақталып мән-жайды түсіндіреді. Сонда да Сакине оны тыңдамайды. Осы оқиғадан кейін Гүлбин үйінен кетіп қалады. Біраз жылдан кейін оралып, анасының осы істеген әрекеттері үшін ол кек алғысы келіп қайта оралды. Бірақ Зейнеп өз әпкесін танымай қалады. Оқиғаның барлығын есіне түсіріп айтқаннан кейін Гүлбин Тарыққа Зейнепті барып құттықтап қайтайық дейді. Бірақ Тарық мұның артық барудың қажеті жоқ дейді. Сонда да екеу жолға шығады. Кенеттен есік соғылады. Есіктен күйеу жігіт Барыш өз отбасымен кіріп келеді. Бәрі де бақытты, мәз-мейрам болып үйге кіреді. Алирзабей Барыштың балалық шағын еске алып, барлығы бір шаттанып күліп алады. Соңында Алирзабей Зейнептің отбасынан Зейнептің қолын сұрайды. Сол кезде Сақина енді сөйлейін деп жатқан кезде Нермен ханым бірден жауап береді. Яғни Зейнепті біз өз келісімімізден береміз дейді. Ал Сакине болса бір түрлі болып сол жерде мұңайып қалады. Осылайша Зейнеп пен Барыштың некесі қиылады. Барлығы да бақытты, тату-тәтті. Кенеттен Сакине ханым ашуланып кетеді. Бірақ оны ешкім түсінбейді. Барлығы да Сакиненің артына қарай жүгіреді. Сакинеге не болды, не істедің деген сияқты сұрақтар қоя бастайды. Бірақ Сакине өзінің керексіз адам екенін сезінген сияқты болып үйден шығып кетеді. Ал артынан Зейнеп те жүгіріп шығады.
Зейнеп анасына тоқтауын өтінеді, бірақ Сәкине оған қарамастан алға қарай жүре береді. Кенеттен бұрылыстан машина келіп, Сәкинені қағуға сәл қалады. Бірақ машина тормозын басып үлгереді. Сол машинаның ішінде Гүлбин жігітімен бірге болады. Бірақ оны Сәкине байқамайды. Ол ары қарай жол жүріп кете береді. Ал артынан болса Зейнеп кешірім сұрап ол да өтіп кетеді. Артынан анасының жүгіріп қуалап жетіп, екеуі бірге әңгіме айта бастайды. Зейнеп анасынан неге ашуланып біртүрлі күйде жүргенін сұрайды. Менің бақытты болуыма қарсысыз ба деген сияқты сұрақтар қояды. Бірақ Сәкине олай демейді. Жоқ, сен бақытты болуға лайықтысың, білемін дейді. Бірақ мен саған керек емес сияқтымын деп жауап береді. Зейнеп неге деп қайта сұрайды. Ал Сәкине болса, сен маған телефон шалдың, бірақ сен оны білмейсің. Сол кезде сен достарың айттың. Мен Барышпен бірге жеке бөлме жалдап, яғни жеке үй жалдап бірге тұратын боламыз деген болатын. Бізге ешкім кедергі жасамауы керек деді. Ал мен сол сөздерді естідім және өзімді ешкімге керексіз екенімді сезіне бардым. Ал Зейнеп болса өз-өзін ақтап алуда. Мен олай демедім, сен барлығын керісінше түсіндің деп айтуда. Ал екеуінің әңгімесін Гүлбин машинадан түсіп, арттарынан жүріп, барлығын талдың артында тығылып тұрып, естіп тұрады. Сәкине Зейнепке, сен менің ішкі жан дүниемді түсінбейсің. Мен бір ұлымнан айырылдым, екіншісін жоғалтып алдым. Не тірі, не өлі екенін білмеймін. Тек қана қалғаны сен ғана болатынсың. Мен сені де жоғалтып аламын ба деп қорқамын деп айтуда. Ал Зейнеп болса барынша түсіндіруде. Сен менен жоғалтып қалмайсың, яғни сен бізбен бірге тұрасың. Сен менің жүрегімсің. Бауырларың да менің жүрегімде мәңгі сақталады. Біз оларды ұмытпаймыз деп анасын жұбатуда. Сол мезетте Барыш машинасымен іздеп келеді. Ол екеуін тауып алып, ол да Сәкинеге өз ойын айтып, сіз менің анамсыз, мен ана мейірін көрмей өскен балам деп айтып түсіндіреді және сіз бізбен бірге тұрасыз дейді. Осылайша Сәкиненің көңіл жай табып, үшеуі бірге қайтадан үйге оралады. Ары қарай не болғанын білгіңіз келсе, арнама тіркеліп алыңыз.